Барлығыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен сондай дәмді болып шығатын, әрі жылдам дайындалатын тауық етінен жасалатын котлеттердің рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркеліп қойыңыздар. Ең алдымен тауықтың төс етін алып, оны осылай видеодағыдай 4-5 кубик тәрізді етіп турап алатын боламыз. Қатты үлкен қалмай тураймыз. Енді тауық етін бір ыдысқа салып, үстінен жұмыртқаны қосамыз. Сонымен қатар өзіңіздің қалауыңызша дәміне қарай түрлі дәмдеуіштер қоссаңыз болады. Мен тұз, қара бұрыш және аздаған мөлшерде қызыл бұрыш қостым. Кішкене араластырып аламыз. Енді үстінен ұнды салып, барлық массамыз біріккенше араластырамыз. Енді табамызды отқа қойып, оның үстіне сұйық құйып, қыздырып аламыз. Табамыз қызғаннан кейін осы тауықтан жасалған массамызды қасықтың көмегімен табамызға жайғастырып, котлеттің формасын жасайтын боламыз. Котлеттің көлемі өзіңіздің қалауыңызша, тек тым қалың қылмау керек. Котлеттерімізді екі жақ бетінен орташа отта қызарғанша қуырып аламыз. Әр бетінің қызаруына шамамен 2-3 минут уақыт кетеді. Барлығын қуырып болған соң, қайтадан табамызға салып, аздаған мөлшерде су құйып, бетін жауып, ақырын отта 2-3 минут шамасында бұқтырып аламыз. Осымен сондай дәмді, жұмсақ, әрі жылдам дайындалатын котлеттеріміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоны лайк басып, каналға тіркеліп қойыңыздар. Алда тағы да дәмді рецепттермен бөлісетін боламын.